Сәлеметсіздер ме? Бүгін біз Adobe Premiere Pro установить етеміз. Бірінші так установочный тауып алайын. Так, міне тұр. Ескерер сайт установить етердің алдында антивирусты өшіреміз. Интернетті өшіреміз. Так, осы папканы ашамыз. Autoplay'ді қосамыз. Да дейміз. Установить дейміз. Және де күтеміз. Мына жерде керек жеріне қойып болады. Менде бірақ по умолчанию тұра берсін. Продолжить. Енді установка кетті. Установка бітті. Енді тексеріп жібереміз де. Так, Adobe Premiere Pro. Менің сәйкес келмегендіктен өсіп ашық тұрады. Ештеңе етпейді, бірақ ең басты жұмыс істеп тұрады. Келесі видеода қалай видеоны жүктеу керек екенін көрсетемін. Мен нормально ашып тұр. Adobe Premiere 2020-ның установочный өзімнің Google дискіме салып қойып, және де сілтемесін мен төменге қойып қоямын. Соны алып осылай жүктей аласыздар. Менімен бірге болғаныңызға рахмет. Сау болыңыз. Подписаться етіп қойыңыз, және де колокольчикті басып қойып, жаңа видеоларын жібермеңіздер. Жаңа видеоларда мен қалай орнату керек, қалай видеоны жүктеу керек, және де оны қалай кесу керек, дауысын қалай дұрыстау керек, бәрін көрсететін боламын. Сонымен сау болыңыздар.